Сәлем, менің сүйікті оқушыларым. Бүгін 5-ші бөлімді ары қарай жалғастыратын боламыз. Бүгін 68, 69 және 70-ші беттердегі сабақтарды толық орындап шығамыз. Ендеше каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар, балалар. Олай болса, exercise 10, listen and read. 10-шы тапсырманы ашамыз, тыңдалым және оқылым. Балалар, мен қазір оқып беремін және аударып шығамын. Менен кейін қайталап отырыңдар. Бірінші сурет. It's green classroom day today. Who likes planting flowers? Me, Mrs. I like painting too. Мұғалім айтады, бүгін жасыл сынып күні. Кім гүл отырғызғанды жақсы көреді дейді. Оқушылар айтады. Лиза айтады. Мен, ханым, және сонымен қатар сурет салғанды жақсы көрем дейді. Енді екінші суретке қараймыз. What about you, Daisy? I don't like painting, but I like cleaning. Мұғалім сұрайды, ал сен ше, Дейзи? Ол айтады, жоқ, маған сурет салған ұнамайды, бірақ мен тазалағанды ұнатамын дейді. Енді үшінші суретке қараймыз. Daisy, give me the green paint, please. Лили айтады, Дейзи, маған жасыл бояуды беріп жіберші, өтініш дейді. Төртінші суретте. Here you are. Мінекей деп алып бара жатып құлап кетеді. Енді бесінші суретке қараймыз. Sorry, miss. Now we have got a very green classroom. Сонымен сыныптың бәрі жап-жасыл болып кетеді. Кешіріңіз, ханым дейді. Лили болса, енді біздің сынып толығымен жап-жасыл түске боялды дейді. Міне осылай қысқаша мәтін берілген. Енді осы бойынша келесі беттегі тапсырмаларды орындаймыз, балалар. 69-шы бетті ашамыз. Exercise 11. Read the story and choose. 69-шы бетте 11-ші тапсырмада мәтінді оқып, қайта мына жерде дұрыс вариантты таңда деген. Бірінші, she likes planting flowers. Кім бізде сурет гүл өсіргенді жақсы көреді? Лили, екінші, she likes painting. Кім сурет салғанды ұнатады? Ол да Лили. Үшінші, she likes cleaning. Кім тазалағанды жақсы көреді? Ол бізде Дейзи. Осылай белгілеп қоямыз. Exercise 12. Thinking up. 12-ші тапсырма ойлану тапсырмасы. Read the story again and answer. Мәтінді қайта оқып шығып дейді. Сұраққа жауап бер деген. Сұрақ мынандай. Why have they got a green classroom? Неліктен олардың сыныптары жап-жасыл? Бірінші, сөйлеміз. The children like painting things green. Екінші, there is green paint all over the classroom. Үшінші, it's green classroom day today. Яғни бұл жерде жауабы it's green classroom day today. Өйткені бүгін жасыл сынып бөлмесі, яғни жасыл сынып күні деп аталады. Сондықтан сол нұсқа бізде дұрыс екен, балалар. 13-ші тапсырма. Exercise 13. Act out the story. Бұл жерде ауызша, яғни бұл жерде осы жаңағы естіген әңгімемізді ауызша ағылшын тілінде сыныпта айтып беру керекпіз, балалар. So, next exercise 14, talking point, listen and read, make a new dialogue with your friend. 14-ші тапсырма бізде диалог берілген. Мына диалогты оқып шығып, өзіміз осыған ұқсас диалог құрау керекпіз. Мен оқып берем. Гүлнара, Берік. Гүлнара, what do you like doing in your free time? Берік, I like going to the gym. What about you? Гүлнара, I like going shopping with my mom. Берік, shopping? That's boring. Яғни Гүлнар айтады, бос кезінде неме айналысқан жақсы көресің дейді. Берік, мен гимнастикаға барған ұнайды дейді. Ал сен ше дейді Гүлнара, мен анаммен дүкенге барған ұнайды дейді. Берік болса, дүкен аралау ма? Ол өте қызықсыз ғой дейді. Мен соған ұқсас Айдос пен Айжанның диалогын жазып қойдым, балалар. Өзгертіп те жазуға болады. Жалпы осы 14-ші тапсырманы жазып алсаңдар болады. Енді 15-ші тапсырмаға қараймыз. Listen, point and repeat. Бұл жерде, яғни дыбыс ережесі берілген. Мен оқып шығамын, тыңдаймыз мысалға. Яғни и дыбысы мен ай дыбысы қосылып, бізде ай деген мағынаны білдіреді. Мысалға, tie, lie, pie. Міне, и және ай дыбысы қосылып, ай деген дыбысты береді. Енді осыған қарай 16-ші тапсырманы орындаймыз. Complete and listen and repeat. Түсіп қалған әріпті қою керекпіз. Мысалға, I like to lie on my tie with a nice pie. Міне осылай 15-ші тапсырмаға қарап отырып, 16-ші тапсырманы толық жазып шықтым, балалар.
осылай осы тапсырмаларды көшіріп дәптерге жазып аламыз. Келесі 70-ші бетке қараймыз. Exercise 17. Listen, point and repeat. Тыңдаймыз балалар және қайталаймыз, иә? Бұл жерде сағаттар берілген. Сағатқа мұқият қарайықшы балалар. Бірінші сағат бізде бірге 15 минут қалды, иә? Оны біз it's 1:45 деп айтамыз. Балалар, ағылшындарда мысалға 12-ден 45 кетті деп айтпаймыз. 30-дан кейінгі сандарды біз қалдыға жатқызамыз. Яғни біз айтамыз 12-ден 40 кетті, 12-ден 45 кетті деп, ал ағылшындарда жоқ. Бірге 20 минут қалды, бірге 15 минут қалды деп айтады. Сол сияқты мына жерде бірге 15 минут қалды деп айтқан. Жалпы мен қазақша аудармасын жазып кеттім. 40 деген ол ширекті білдіреді, яғни 15 минутты. Ал half деген ол жарты дегенді білдіреді, яғни 30 минутты. Past деген кетті, яғни кеткен болса кетті болады. Ал to болса қалды болады. Яғни бірінші сағат суретке қараймыз. It's 1:45. Бірге 15 минут қалды. Екінші суретте it's 1:15. Бірден 15 кетті. Ал үшінші суретте it's 1:30. Бірден 30 минут кетті, жарты сағат кетті. Міне осылай осы 4 сөз жаттап алсаңдар балдар, сағатты айту өте оңай болады. Енді қасындағы спорт түрлеріне қараймыз. Бірінші бізде волейбол, ол бізде волейбол, иә. Екінші ice hockey, яғни ол мұзды хоккей. Үшінші бадминтон, ол бадминтон. Келесі бейсбол, иә, спорттың ағылшындардың футболының бір түрі. Және table tennis, үстел теннисі. Міне бұл спорттың түрлері, жаңа сөз. Next, exercise 18. Sport art. Name the sport. Мына жерде оқушының салып жатқан спорт түрлеріне, құрал жабдықтарына қарап, біз қандай спорт екенін анықтау керекпіз. Бірінші бізде футбол добы, иә, футбол. Екінші basketball. Үшінші волейбол. Төртінші table tennis. Бесінші бейсбол. Және алтыншы бадминтон. Міне осылай біз жаңа спорт түрлерімен танысып шықтық, балалар. Егер қандай да бір сұрақтар болатын болса, астына комментарияға қалдырып, жалпы каналға тіркеліп қойыңыздар, өйткені ертең тағы да жаңа сабақтар шығатын болады. Сау болыңдар.